қызылшадан витаминка салатын дайындаймыз. Ең алдымен 2 алмамыздың сыртын осылай пышақпен ашып аламыз. Алмамызды майдалап, кубик етіп турап шығамыз. Тураған алмамызды кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Грек жаңғағын пышақтың көмегімен майдалап шығамыз. Тураған жаңғағымызды алмамыздың үстінен саламыз. Келесі кезекте қайнатылған қызылшамызды майдалап, кубик етіп турап шығамыз. Туралған қызылшамызды ыдысымызға саламыз. 2 ас қасық майонез не болмаса қаймағымыздан қосып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Салатымызды әдемілеп тарелкамызға салып шығамыз. Қалауымыз бойынша бетін жаңғақпен әсемдейміз. Өте дәмді витаминка салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видеодан лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.